Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен кефирмен осындай ажурные блинчики жасаймыз. Ол үшін бізге кефир қажет болады, сұйық май, қайнаған су, ұн, жұмыртқа, қант және ас содасы. Кефиріміздің үстіне ас содасын салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Кефиріміз осылай болып көпіршіктенуі керек. Келесі кезекте жұмыртқамыз саламыз, қант саламыз және тағы да жақсылап барлығын араластырамыз. Қыздар, қажет заттардың мөлшері описанияда қалады, сол жерге қарап, сол мөлшермен жасаңыздар. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз, бір келкі масса шыққанша. Үстіне електен түскен ұнымызды саламыз. Қыздар, ұнды салғанда міндетті түрде екі бөлікке бөліп салыңыздар. Екінші бөлігін салып, тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Осындай қою масса шығады. Оның үстіне қайнаған суымызды құямыз. Қайнаған суды міндетті түрде екі бөлікке бөліп құясыздар. Жұмыртқа пісіп қалмас үшін. Екінші бөлігінде құйып судың, венчикпен жақсылап бір қалыпты масса шыққанша араластырып аласыздар, іртіктері қалмасын. Бізде осындай масса шықты, қатты сұйық емес, қатты қою емес. Енді табамызға құйып пісіріп алсақ болады. Менде таба ескілі болғандықтан түбін майладым. Егер сізде жаңа таба болса, майламасаңыз болады. Міне қыздар, пісіп жатыр. Бізде прям ажурные блинчики шығады. Осындай екінші жағын аудардым. Менде таба ескілі болғандықтан кішкене бір-екеуі күйіп піседі басында. Осылай болып пісіп шықты біздің блинчиктарымыз. Прям ажурные, жұп-жұмсақ, бір жасағаннан шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.